Ең біріншіден миома ол стресс. Женский гормон эстрадил көбейіп кеткеннің әсерінен болуы мүмкін. Не только сіздің жатырыңызда, даже сізді сақтап қалу өте қиын болады. Себебі медицина тілімен айтқанда рак алда ауру үлкен болатын болса, ол кезде әрине сізге көтеру қиын және көтере алмауыңыз мүмкін. Сол бас салып витаминдер іше бермейсіз. Тыныш тұрған миоманы өсіре бересіз. Бисмилля, ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге тақырып миома матки, яғни жатыр миомасы да. Сіз толық ақпаратты білгіңіз келетін болса, әдеттегідей өзіңізге лайк басып, біз үшін және де сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуыңызға болады. Сонымен қатар уведомление қойып қойыңыз. Бұл ақпаратты не только өзіңіз барлығымен бөлісе отырыңыз, себебі сіздің достарыңызға, құрбы қыздарыңызға міндетті түрде керек болуы мүмкін. Сонымен қатар қыздар, бізде бір ғана YouTube емес, бізде Instagram, TikTok, сонымен қатар Telegram желісінде қосып қоюларыңызға болады, особенно Telegramға. Ол жерде бүкіл сырт әңгіме құру сонда болады бізде. Ендеше, миома жалпы неден пайда болады? Миома деген жалпы не нәрсе бұл, қайдан шыққан дүние? Миома, мынау тұрған тал ағашты қарасаңыз, гүл, өнім беріп тұр, гүл беріп тұр. Вот дәл осында кішкентай точка нәрселер бұл бізде миома. Яғни жатырдың осы іші осына әдемі болып гүлденіп кетеді. Сол миома біреу болуы мүмкін, бірнеше штук болуы мүмкін, және де ол 3 түрлі қабатта болады. Яғни бізде жатырда слой дейміз, мысалы, мынау біздің жатырымыз болатын болса, өкінішке орай қазір біз офисте видео түскеннен кейін кішкене жатырымыз жанымызда болмай тұр. Сондықтан мен сіздерге сызып түсіндіретін боламын, иншалла. Так, қараңыз. Мынау біздің жатырымыз болғандықтан, вот мынау, например, жатыр. Жатырдың бізде ішкі қабаты бар, ортаңғы қабаты бар, және сыртқы қабаты бар. Миома дәл солайынан ішкі қабатта болуы мүмкін, ортаңғы қабатта болуы мүмкін, и сыртқы қабатта. Субсерозды, субмукозды және де интерстиальды деген 3 түрлі миома болады. Осы 3 аралығына байланысты айтылуы бойынша. И олар бірнеше болуы мүмкін. Мысалы, ішкі қабатта болатын болса, міне осы жерде орналасады, қазір дөңгелек сызып беремін сіздерге. И ортаңғы қабат болса осы жерде, и сыртқы қабат примерно осындай жерде орналасады. Міне. Көрдіңіз бе? Мына жерде, мынау и мынау. Бұл миома үлкейіп өскен кезде кәдімгі 9 айлық баламен бірдей өсуі мүмкін. Өте үлкен миомалар болады. Яғни бұны біз қалай есептейміз? Бұны біз сантиметр бойынша өлшейміз. Сантиметр бойынша болғанда, яғни сіздің жүктілік кезеңдерін. Мысалы, бала бірінші кезде бұршақ тәрізді, дән тәрізді, одан кейін бар өсіп жүзім тәрізді, оливка тәрізді, осынан жаңа үлкейтеміз, лимон тәрізді, алма тәрізді болды деп. Дәл солайынан миома бізде өте кішкентай 0,1 миллиметрден басталады. Максималды сіз оны представить ете алмауыңыз мүмкін, яғни көз алдыңызға елестете алмауыңыз өте үлкен болуы мүмкін. И ол аналық аталық деген сияқты, как будто аналық сияқты, олар бірнеше өседі, бір жерде бірнеше болып. Немесе ол біреу ғана, и ол дәл сол бойынша қатып тұра беруі мүмкін. Оның сізге де басқаға да ешқандай зиянын келтірмеуі мүмкін да. Бұл көбінесе қандай жағдайдан болады? Ең біріншіден миома ол стресс. Бірінші орында сіздің бас миыңыздағы стресс. Сіз білесіз бе, кез келген ауру негізгі түбі стресс әкелуі мүмкін. Көптеген аурулардың, соның бірі миомада. Екіншіден, бұл жерде женский гормон эстрадил көбейіп кеткеннің әсерінен болуы мүмкін. Үшіншіден, прогестерон дұрыс болмағандықтан. Прогестерон бұл жатырдың қабаттан реттеп отыратын гормон. Ол дұрыс болмағаннан, яғни сізде жиі травма болса, мысалы жатырды қыру, вскабливание жасауда, немесе сізде қайта-қайта түсік, немесе проблема именно еттек кірмен, сізде эндометриоз жиі қайталанады, сіз көбінесе гормоналды препараттар ішесіз. Осындай жағдайлар бізге өкінішке миома әкелуі мүмкін. Ол миома бірақ кететін және, егер сіз дұрыс питание жасайтын болсаңыз, лимфозастой жеңсеңіз, ол өте тез кетеді. Себебі анау тұрған жатырға тек қан айналымымен қан арқылы кеп тұрған дүние. Осы кетіп тұрған қанды тазалап жіберсеңіз, ол автоматты түрде кетеді. Яғни ол өздігінен рассасываться етіледі. Бір оңай жері. Біз не істейсіз, қалай ем алуымыз керек да? Миоманы диагностировать ету үшін оның диагностикасы УЗИ-ға түсу. Яғни әр 3 ай сайын сіз УЗИ-ға түсіріп отырасыз. УЗИ-да ол үлкейді ма, көбейді ма, көбеймеді ма, соны біліп отырасыз.
егер сіз өткізіп алсаңыз, яғни пропускать етіп алатын болсаңыз, мынау кішкентай мен саусағымның ұшында мынандай миома мынандай үлкен болып, еще ол жарылып, яғни ножкалар пайда болып, былай теріс қарай айналып кетуі мүмкін. Бүйтіп тұрған матка теріс қарай айналып жыртылып кетуі мүмкін. Яғни бұл сіздің өміріңізге өте қауіпті болады, ондай жағдай болатын болса. Бұл кезде уже не только сіздің жатырыңызды, даже сізді сақтап қалу өте қиын болады. Себебі сіздің денсаулығыңызға бұл зияны сондықтан айтылады, иә. И кез келген миома, полип, киста, элементарно біздің бетіміздегі қалдар, да, вот сүйелдер, бұлардың бәрі медицина тілімен айтқанда рак алды ауру. Яғни бұл егер дәл сөз асқанат болса, ракқа алып келуі мүмкін деген сөз, да. Миома жасқа қарамайды, кез келген уақытта шығуы мүмкін, яғни 18 жастан бастап, сонау 60 жасқа дейінгі елдің аралығында бәріне шығуы мүмкін. Даже сізде климакс болса да, климакс болғанда да шыға береді. Яғни ол кетпей қалмайды, шыға беретін дүние. Ендеше, одан бөлек қандай анализ тапсырып отырасыз? Егер сізде миома қаншама жылдан бері болатын болса, сіз ай сайын, 3 ай сайын сіз УЗИ тексеріп отырсыз, оның размерін барлығында, бұны жағдайда оның емін не істейсіз? Миома өспей бір қалыпта тұрса, оған особо ешқандай ухаживание керек емес, яғни қосымша дәрі-дәрмек ішудің керегі жоқ. Тек ішетін сізге метаболизмді реттеу үшін, және де миоманы қатты өсірмеу үшін үй жағдайында бөдененің жұмыртқасын жұтуыңызға болады. Әйел болсаңыз да кемінде 3, максималды 5 штуктан күніне 1 лет ажандаш қарынға 40 күн жұтуыңыз керек болады. И календула деген шөп бар аптекада, календула прям. Соны кәдімгі шай ұқсатып, бір чайный ложкасын бір бокалға демдеп, күніге бір күнде 2 стакан ішіп бітіресіз кемінде. Соны ішуіңізге болады. Кез келген тамаққа дейін, кейін разница қатты особо ойнамайды, но желательно, конечно, тамаққа дейін, да. Соны ішуіңізге болады, чтобы миома бірден өсіріп жібермеу үшін, иә. И жайменде ол рассасываться етіп кетеді, яғни сіздің миыңыз тыныққан сайын ол кете бастайды. Ал егер сіздікі өсіп жататындай и бірнеше миома болса ше, өкінішке орай, бұл кезде сізге миомэктомия ұсынылады. Бұл деген сөз гистероскоп арқылы тексеріп көріп, миомаларды тазалап алып тастау. Ең өте оңай жолы осы. Сол арқылы миомалар тазалап алып тастаған. Миома кезінде көтере алмау мүмкін ба, иә, жалпы. Егер миома кішкентай и бір ғана штук болса, содан көтере бересіз. Оның сіздің жүктілігіңізге ешқандай зияны жоқ. Ал егер миома бірнешеу, немесе біреу бірақ размері 5 сантиметрден үлкен болатын болса, ол кезде әрине сізге көтеру қиын, және көтере алмауыңыз мүмкін сол миоманың әсерінен. Сондықтан ондай кезде сол миоманы лучше алып тастағаныңыз дұрысырақ. Удаление лучше. Ол сіздің жатырыңызға зиян емес. Алдырып тастағаннан кейін қайтып көтере алмай қалмайсыз. Олмен көтеріп кете бер. Ол ешқандай сізге зиянын келтірмейді. Пайдасы жоқ бізге миоманың. Яғни оны алып тастаған лучше дұрысырақ. Одан кейін көтере алмай қалмайсыз, 100% бұл. И қалған жағдайда дәрімен, егер сіз 3 сантиметрге дейін болса емдеп көресіз. Одан үлкендерді лучше миомэктомияға мен ұсынамын. Ал жаттығу сіз жасамайсыз. Егер миомаңыз 3 сантиметрден үлкен болатын болса, вообще жаттығу жасауға болмайды. Абсолютно ешқандай жаттығу жасауыңызға болмайды. Сонымен қатар витаминдер, бас салып витаминдер іше бермейсіз. Неге? Себебі, когда сіз витамин көп іше бересіз, миома тыныш тұрған миоманы өсіре бересіз. Яғни витамин сіздің ағзаңызға тарамайды, ол бәрі миомаға барып миоманы өсіреді. Түсінікті ғой? Сол себептен ар жағында толық ақпараттар білгілеріңіз келетін болса, онда Инстаграмда біздің сторизді күнделікті жіберіп алмаңыз, себебі сіздерге керекті бүкіл ақпараттар сонда айтылады, және қандай күтім керек екені айтылатын болады. Сіздермен бірге болған доктор Сейітжаппарова, барлықтарыңызға мың алғыс.